Баршаңызға қайырлы күн, қыздар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Назерке. Бүгін сіздерге ешқандай қайнатуды, пісіруді қажет етпейтін және құрамына аспирин, уксус қосылмайтын аджиганың рецептісімен бөлісемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осылай баклажкаға құйып сақтасаңыздар болады. Кез келген тамақпен дәмді кетеді. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен біз қызанағымыздың керек емес жерін алып, жақсылап жуып тазалап, осындай ет тартқышпен өткізіп аласыздар. Егер сіздерде ет тартқыш болмаса, блендермен де езіп алсаңыздар болады. Одан кейін өзіңізге ұнайтын түсінен таңдап, тәтті бұрышымызды да ет тартқыштың көмегімен өткізіп алатын боламыз. Барлығының грамын видеоның соңын бассаңыздар, описание бөлімі шығады, сол жерге жазбаша түрде сіздерге жазып қалдырдым. Енді ащы бұрышымызды ет тартқыштан өткізіп аламыз. Сарымсақпен бірге ащы бұрыштың дәнегін алып тастасаңыздар да болады, алмай мен сияқты өткізіп алсаңыздар да болады. Если дәнегін алмасаңыздар, негізі қатты ащы болады. Соны да ескеріңіздер. Менің жолдасым укроп пен кинзаны ұнататын болғандықтан майда етіп қостым. Бірақ міндетті емессіздер. Дәл мен көрсеткен килограмм бойынша 2 ас қасық тола тұз қостым. Және 3 ас қасық тола қант қостым. Қант біздің қызанақтың қышқылдығын басады. Сол себепті қосыңыздар. Ал укроп пен кинзаға келетін болсақ, егер сіздердің жолдастарыңыз ұнатпайтын болса, қосудың керегі жоқ. Егер ұнатса, қосыңыздар, өзіндік дәмі бар. Және бізде аджиганы көбінесе ер адамдар жақсы көреді, ащыны. Сол себепті жолдастарыңыздың ұнататын, ұнатпайтынына байланысты қосасыздар укроп пен кинзаны. Барлығын жақсылап тұрып араластырасыздар. Шамамен жарты сағаттай көлемінде үздіксіз араластырыңыздар. Осымен біздің аджигамыз дайын. Ешқандай уксус, аспирин қосып керегі жоқ. Және де біздің арнайы осындай баклажка немесе банка, бұралатын банкаға де жауып қойсаңыздар болады. Баклажканы міндетті түрде ыстық сумен 7 қайтара жуып алыңыздар. Еш нәрсенің дәмі шығып тұрмау керек. Ал енді өзіңізге ыңғайлы ыдысты қойып, баклажкамызге барлығын толғанша толтырып құйып аласыздар. Қақпағын жақсылап тұрып жабыңыздар. Және бұны біз морозильник, яғни тоңазытқышта сақтайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Көпшілік аспирин, уксус қосқан ұнатпағаннан кейін сіздерге осы әдіспен де жасап көрсетіп жатырмын. Ұнайды деген ойдамын. Егер қазақша каналдың дамуына үлес қосқыларыңыз келсе, төмендегі подписаться батырмасын басып тіркеліп алыңыздар. Осы видеодағыдай қақпағын жақсылап тұрып бұрап, тоңазытқышқа салып қоясыздар. Кез келген уақытта алып жей бересіздер. Алдағы уақытта түрлі қазақша рецепттермен бөлісетін боламын. Сол себепті каналымның дамуына үлес қосып, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Достарыңызға, мамаларыңызға, әпкелеріңізге бөлісіп жіберіп қойыңыздар осы видеоны. Сіздермен болған Назерке. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Қыздар, егер сіздердің аджигаларыңыз ащы болса, яғни ащы бұрышты жарты килограммдай қоссаңыздар, морозильник, яғни тоңазытқышта сақтаудың керегі жоқ. Ол ашымайды, осыны да ескеріңіздер.